Пияз денсаулыққа өте пайдалы көкөніс. Оның құрамында адам ағзасына қажетті дәрумендер мен минералдар мол. Міне, пияздың бірнеше пайдалы қасиеттері. Бірінші, иммунитетті күшейтеді. Құрамындағы С дәрумені ағзаның қорғаныс қабілетін арттырады. Екінші, салқын тигенде көмектеседі. Суық тию, тұмау кезінде микробтарға қарсы әсер етеді. Үшінші, қан қысымын төмендетеді. Жүрек қан тамыр жүйесіне пайдалы. Төртінші, ас қорытуға жақсы әсер етеді. Асқазан сөлін бөлуді жақсартады. Бесінші, антисептикалық қасиеті бар. Жараларға қойғанда микробтарды өлтіреді. Алтыншы, қан құрамында жақсартады. Холестеринді төмендетуге көмектеседі. Жетінші, қант диабетінде пайдалы. Қандағы қант мөлшерін реттеуге ықпал етеді. Ендігі пияздың түрлері жайлы айтып кетейін. Бірінші, ақ пияз дәмді, ащылау болады. Көбінесе салаттарға қосылады. Екінші, қызыл күлгін пияз тәттілеу, шикі күйінде жеуге жақсы. Үшінші, сары пияз ең көп таралған түрі, түрлі тағамдарға қосылады. Төртінші, жасыл пияз, көк пияз көктемде шығады, дәрумендерге бай. Халық медицинасында пияздың пайдасы. Бірінші, жөтелге қарсы пияз шырыны мен балды араластырып ішкен дұрыс. Екінші, тұмау кезінде бөлмеге туралған пиязды қойып, ауаны тазартамыз. Үшінші, бастың терісіне жағып, шаш түсуіне қарсы қолданамыз. Пияз пайдалы болса да, оны шамадан тыс пайдалану кейбір адамдарға зиян болуы мүмкін. Міне, пияздың бірнеше зиянды жақтарын айта кетейін. Бірінші, асқазанға тітіркендіргіш әсері бар. Көп мөлшерде жегенде асқазаны сезімтал адамдарда қыжыл, қарын ашуы немесе гастрит белгілері туындауы мүмкін. Екінші, аллергиялық реакциялар. Кей адамдарда пиязға аллергия болуы мүмкін. Тері бөртпесі, көз қышуы, түшкіру. Үшінші, ауыздан жағымсыз иіс шығарады. Шикі пияз жегеннен кейін ауыздан өткір иіс шығуы мүмкін. Төртінші, қан қысымы төмен адамдарға зиян. Пияз қан қысымын төмендететіндіктен гипотониясы бар адамдарда әлсіздік туғызуы мүмкін. Бесінші, кейбір дәрілермен сәйкес келмеуі. Әсіресе қанды сұйылтатын дәрі ішетіндер пиязды көп жемеу керек. Барлығын мөлшермен болса, пияздың зияны болмайды. Пияз көптеген тағамдардың дәмін кіргізетін, кең қолданылатын көкөністердің бірі. Оны әртүрлі тәсілмен пайдалануға болады. Бірінші, қуырып, ет, көкөніс, палау, бәліш, самса сияқты тағамдарға қуырып қосады. Екінші, шикі күйінде салаттарға, сэндвичтерге, шаурма мен бургерлерге қосылады. Үшінші, маринад ретінде пиязды сірке суымен, тұз, қантпен маринадтап, ет тағамдарының қасына гарнир ретінде береді. Төртінші, сорпаға қосу. Көже, борщ, сорпа дайындағанда міндетті түрде пияз қосылады. Дәмі мен хош иісін арттырады. Негізі, тамақты пиязсыз елестете алмаймыз, дұрыс па? Тамақ бастар алдында бірінші пияз саламыз. Бесінші, толтырма. Орысшасында фарш. Құрамында пияз, ет немесе көкөніс фаршына араластырып, манты, вареник, котлет, голубцы сияқты тағамдарға қосамыз. Алтыншы, қуырдақ пен кәуапта. Ет тағамдарында
пияз негізгі дәмдеуші көкөніс саналады. 7. Пиязбен тұздалған тағамдар. Кейде тұздалған балықпен бірге маринадталған пияз ұсынылады. Пияз тағамға хош иіс, тәттілік немесе аздап ащылық береді. Сол себепті ол аспаздықта өте бағаланады. Мінекей достар, пияздың пайдалы жақтарында, пайдасыз зиянды жақтарында айтып кеттім. Енді осы пияз қосылған қазақша қуырдақтың оңай рецептімен бөлісейін. Қазақша қуырдақ: пиязбен қажетті заттар: 500 грамм ет, сиыр, қой немесе жылқы еті, 2-3 дана пияз, 2 дана картоп қалау бойынша, 2 ас қасық өсімдік майы, тұз, қара бұрыш, дәмдеуіштер дәміне қарай. Дайындалу жолы: бірінші, етті ұсақтап, текшелеп турап аламыз. Екінші, қазанды немесе табаны қыздырып, майды құйып, етті салып қуыра береміз. Үшінші, ет аздап қуырыла бастағанда үстіне туралған пиязды қосып бірге қуырамыз. Төртінші, егер қаласаң, картопты да текшелеп турап қосуға болады. Бесінші, тұз, бұрыш және қалаған дәмдеуіштерді қосып аламыз. Алтыншы, ет жұмсарғанша 15-20 минуттай баяу отта қуырып, араластырып пісіреміз. Жетінші, дайын болғанда ыстық күйінде дастарханға ұсынамыз. Пияз тек тағамға ғана емес, халық медицинасында да кеңінен қолданылады. Әсіресе бас терісі мен шашқа пайдасы зор. Міне пияздың басымызға, шаш пен теріге пайдасы жайлы айтып кетейін. Бірінші, шашты өсіреді. Пияз шырыны шаш түбін нәрлендіріп, қан айналымын жақсартады. Бұл шаштың тез әрі қалың өсуіне көмектеседі. Екінші, шаш түсуін нығайтады. Пияз құрамындағы күкірт шаш фолликулдарын нығайтады. Соның арқасында шаш аз түсе бастайды. Үшінші, қайызғақты кетіреді. Пияздың табиғи антибактериялық қасиеті бар. Ол бас терісіндегі микробтарды өлтіріп, қайызғақпен күресуге көмектеседі. Төртінші, бас терісін тазартады. Пияз майлы теріні құрғатып, артық кір мен майды жояды. Бұл да шаштың сау әрі таза болуына ықпал етеді. Қолдану тәсілі: бір дана пиязды үккіштен өткізіп, шырынын сығып аламыз. Шаштың түбіне массаж жасай отырып, жағып 20-30 минуттай ұстаймыз. Содан кейін жылы сумен, шампуньмен жуу керек. Аптасына 1-2 рет қолдансақ жетеді. Ескерте кететін жағдай: кей адамдарда пияз шырыны теріні аштуы мүмкін. Сондықтан алғаш рет қолданарда аз ғана мөлшерін сынап көру керек. Мінекей достар, пияздың пайдалы және зиянды жақтарында айта кеттім. Негізі пияздың пайдалы жақтары өте көп. Мен соның кішкене бір бөлігін ғана айта кеттім. Достар, менің осы пайдалы кеңестерім көңілдеріңізден шығып жатса, видеоға лайк басып, пікірлер бөліміне пікірлеріңізді қосып, онда арнамның дамуына үлестеріңізді қосып отырсаңыздар.